Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Пресс-центр региональной службы коммуникации города Алматы начинает свою работу. Бүгін біз әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының 2023 жылғы жұмыс қорытындылары туралы айтатын боламыз. Біздің кезекті спикерімізбен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Әбілдаев Тілеухан Алматы қаласының әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры, коммерциялық емес акционерлік қоғамы, Алматы қаласы бойынша филиалының директоры. Қош келіпсіз, сөз тізгіні өзіңізде, Тілеухан Шілдебайұлы. Сәлеметсіздер ме, құрметті журналистер. Сіздермен жыл сайынғы брифингте кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Өткен жылды қорытындылап 2024 жылдың негізгі міндеттерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Брифингтен кейін сіздердің сауалдарыңыз болатын болса, жауап беруге дайыр боламын. 2023 жылдың қорытындысы. Сонымен өткен жылы Алматы қаласында МАМС пакеті шеңберінде көрсетілген медициналық көмекке 140 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Оның 76,3 миллиард теңгесі стационарлық көмекке, 5,7 миллиард теңгесі күндізгі стационарларға, 26,6 миллиард теңге консультативтік диагностикалық қызметтерге, 21,7 миллиард теңгесі жоғары технологиялардың көмегімен жасалатын операцияларға төленді. Реабилитация немесе науқас денсаулығын қалпына келтіруге бағытталған оңалту шараларына 8,8 миллиард теңге жұмсалды. Жылды қорыта келе, халықтың қымбат анализдерді, диагностика мен операцияның көптеген түрлерін, сапалық мамандар кеңесін, КТ және МРТ қызметін сақтандыру есебінен қажетінше пайдаланып жатыр деп сенімді түрде айта аламыз. Бір жылда Алматы қаласында жалпы сомасы 2,9 миллиард теңгені құрайтын 165 мыңнан астам КТ мен МРТ жасалған. Ал МАМС енгізілгенге дейін бағасы қымбат болып келетін қызметтің бұл түрлерін тек әлеуметтік осал топтар ғана бюджет есебінен пайдалана алатын. Жыл сайын МАМС арқылы кардиохирургия, нейрохирургия, урология, травматология, онкология, хирургия тағы да басқа профильдер бойынша жүздеген операциялар жасалып жатыр. Қазір біздің дәрігерлеріміз бұрын тек шетелдерде ғана жасалатын хирургиялық операцияларды, оның ішінде қымбат оталарды жасап жүр. Мысалы, 2023 жылы МАМС арқылы 134 мыңнан астам операция жасалып, оған 78 миллиард теңге төленген. Сақтандырылмаған азаматтар осындай операцияларды жасататын болса, қалтасынан бірнеше миллион төлеген болар еді. Өткен жылы Алматы қаласында 1841 кардиохирургиялық операция жасалып, оған 9,5 миллиард теңге төленген. Сонымен қатар 562 нейрохирургиялық ота жасалып, оған 3,1 миллиард теңге төленді. Тағы 1,8 миллиард теңге лор профилі бойынша салған 250 операцияға жұмсалды. Соңғы кезде артроз, артрит сынды буын ауруларының көбеюіне байланысты тізе, жамбас буындарын алмастыру саны күрт артып отыр. Бұған сұраныста жоғары. 2023 жылы алматылық травматологтар осындай 4670-тен астам операция жасаған. Оған медициналық сақтандыру қорынан 6,9 миллиард теңге төленді. Өткен 2023 жылы алматылық стационарлар қантамыр жүйелері мен мидағы қантамырларына 318 ота жасаған. Аталған операциялардың жалпы құны 1,5 миллиард теңгеден асып жығылды. Сонымен қатар ағза алмастыру операциялары да МАМС пакет арқылы қаржыландырылады. 2023 жылы құны 565,8 миллион теңгеден асатын 95 трансплантация жасалды. Мұндай бір ғана отаның өзі орта есеппен алғанда 7-9 миллион теңгені құрайды. Осы қызметтердің бәрін сақтандырылған азаматтар МАМС арқылы қиындықсыз пайдаланып келеді. Сізде жүкті әйелдер мен 18 жасқа дейінгі балаларға жоспарлы стоматолог көмек МАМС пакет арқылы көрсетілетінін білесіздер. Өткен жылы осы салаға жұмсалған қаржы көлемі де едәуір артқан. Былтыр аталған санат өкілдері 833,8 мың стоматологиялық қызмет пайдаланған. Оған қор 36 миллиард теңге жұмсады. Алматы қаласы денсаулық сақтау саласының 2024 жылғы
бюджетіне тоқталып өтсек. Қазіргі таңда қор 2020 жылы Алматы тұрғындарына көрсетілген қызметтер ақысын толық төлеп болды. Медицина саласының биылғы бюджетіне тоқталар болсақ, 2024 жылы алматылықтарға емдеуге 334,2 миллиард теңге жұмсалмақ. Оның 158,5 миллиард теңгесі мәмс пакетіне, 175,7 миллиард теңгесі кепілдендірілген тегін медициналық көмек пакетіне тиесілі. Оңтүстік астаналықтар медициналық көмекті 213 емдеу мекемесі арқылы алады. Олардың 122-сі жекеменшік. Биыл қызмет көрсетушілер саны да жаңа 10 клиникамен толықты. Олардың дені бастапқы медициналық санитарлық көмек көрсететін мекемелер, яғни емханалар мен стоматологиялық клиникалар. Енді проблемалар жайлы айтып өтсек, қордың атына айтылып жатқан сынды аз емес, сынның болғаны дұрыс, ол кемшіліктерді түзетіп, жүйені жетілдіруге мүмкіндік береді. Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарға қысқаша тоқталып өтейін. Биылдан бастап қор мен медицина ұйымдарының жұмысында көптеген процесстер оңтайландыра басталды. Біріншіден, қаржыны медицина ұйымдары арасында бөліске салу процесі толығымен автоматтандырылды. Бұл қаржыландыру процесін барынша тездетуге мүмкіндік береді. Қаржыны тиімді пайдалану мақсатында медициналық көмек түрлерінің ара жігін айқындау жұмыстары жүргізілді. Қаржыны бөлуде жедел және шұғыл көмек, ана мен бала денсаулығы сынды тағы да басқа басым бағыттар ескерілді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бірыңғай қызмет пакетін кезең-кезеңмен қалыптастыру жұмыстары қолға алынды. Қазірдің өзінде 3 немесе одан да көп келісімшарттардың орнына бір келісімшарт, қос қаржыландыру көзінің орнына бір пулды пайдалану жобасы жүзеге асырылып жатыр. Бұл басы артық қағазбастылықтан арылып, әсіресе дәрігерлердің жұмысын жеңілдетеді. Мұның пациенттерге кері әсері болмайды. Олар медициналық көмек түрлерін бұрынғыша пайдалана бермек. Екіншіден, қор өз ішіндегі медицина ұйымдарының қызметіне жүргізілген мониторинг және постмониторинг жүйесіне де өзгерістер енгізіп жатыр. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды жетілдіру мақсатында 2024 жылы е-денсаулық платформасы негізінде медициналық көмек ақысын төлеудің бірыңғай жүйесі енгізілетін болады. Бұл пациенттерге көрсетілген медициналық көмекті QR код арқылы растауға мүмкіндік береді. Нобайлы жоба қазірдің өзінде қаладағы бірнеше емханада қолданысқа енгізілген. Біз конструктивті диалог орнатуға даярмыз. Себебі қордың маңызды міндеттерінің бірі пациенттер құқығын қорғау. Осы мақсатта бірнеше кері байланыс канал ашылған. Медициналық көмек дер кезінде көрсетілмесе немесе сапасы көңілден шықпаған жағдайда қолдау 24/7 мобильді қосымшасы, қордың fms.kz ресми сайты немесе 14/14 бірыңғай байланыс орталығы арқылы шағым қалдыруға болады. Уважаемые журналисты, представители общественности, мне приятно вас снова увидеть на организованном нами ежегодном брифинге. Позвольте подвести краткие итоги прошлого года и обозначить ключевые показатели на 2024 год. Буду также рад ответить на интересующие вас вопросы. Итоги 2023 года. Итак, на медобслуживание системы ОСМС в прошлом году было потрачено порядка 140 миллиардов тенге. Эта сумма распределяется следующим образом. На стационарную медицинскую помощь потрачено 76,3 миллиарда, на услуги дневных стационаров 5,7 миллиардов тенге, на консультативно-диагностические услуги ушло 26,6 миллиардов тенге, а на операции с использованием высоких технологий потрачены 21,7 миллиардов тенге. Услуги реабилитации составили 8,8 миллиардов. При этом, как показывает анализ, среди наших горожан наиболее востребованы консультативно-диагностические услуги. Это ежедневные приемы узких специалистов, различные анализы и диагностика, как это МРТ, и всего по Алматы проведено более 165 тысяч МРТ и КТ на общую сумму 2,9 миллиардов тенге. Напомню, что до внедрения УСМС эти далеко не дешевые услуги были доступны только некоторым социально уязвимым категориям населения. Ежегодно за счет медстрахования у наших горожан есть возможность получать и различные виды хирургических,
операций, в том числе и дорогостоящих. Наши врачи могут проводить такие манипуляции как в поликлиниках, так и на уровне научных центров в зависимости от сложностей. К примеру, проведено 1841 кардиохирургических операций на сумму 9,5 миллиардов тенге и 562 нейрохирургических операций на сумму 3,1 миллиардов тенге. На зачетный период алматинскими стационарами проведено 318 сосудистых и нейрососудистых операций на сумму 1,5 миллиардов тенге. Также проведено 95 трансплантаций по пересадке печени и почек на сумму 565,6 миллионов тенге. В целом в рамках ОСМС проведено 134 тысячи операций на сумму 78 миллиардов тенге. Растет и количество стоматологических услуг. В 2023 году оказано 833 тысяч стомуслуг на сумму 3,6 миллиардов тенге. Еще одно важное направление лекарственного обеспечения. В прошлом году на медикаменты на амбулаторном уровне по городу Алматы выделено в рамках ГУБМ ПСМС 36 миллиардов тенге. Финансирование Алматы за 2024 год, если говорить о медицинской помощи в этом году, для лечения алматинцев будет потрачено 334 миллиарда тенге, в том числе на медицинскую помощь пакет ОСМС 158,5 миллиардов, в рамках ГУВМП 175,7 миллиардов тенге. Медицинскую помощь горожане получат в 213 медицинских организациях, из них 122 частные медицинские организации. Без критики среди населения не бывает. Критика в адрес фонда поступает регулярно, это не секрет. И мы благодарны за критические замечания, если они позволяют увидеть ситуацию с другой стороны, оценить проблемы со всех сторон и работать над совершенствованием новой системы медицинского страхования. Коротко расскажу, что уже внедряется. С этого года упрощаются многие процессы в работе фонда и медицинских организаций. Во-первых, распределение денег между медорганизациями автоматизировано. Так, проведена работа по четкому разграничению видов медицинской помощи. Здесь упор сделан на приоритетное направление медицинской помощи, как экстренная и скорая медицинская помощь, охрана материнства и детства. Так, во-вторых, нами ведется работа по изменению подходов к системе мониторинга и постмониторинга внутри фонда. Для улучшения системы СМС в этом году нами внедрена единая система оплаты медицинской помощи на базе Единсаулок. Это новшество позволит каждому пациенту в один клик подтвердить получение той или иной услуги. Пилотный проект уже реализуется в нескольких медорганизациях города Алматы и других регионов. Мы открыты для построения конструктивного диалога и призываем горожан обращаться к нам в случаях, когда их права были нарушены. Медорганизация отказывает в услугах по СМС и другим случаям. Для этого нами предусмотрены несколько каналов обратной связи. Это мобильное приложение Колдау 24/7, сайт fms.kz, Сахтандыру-бот Telegram и контактный центр единый 1414. Спасибо за внимание. Спасибо вам за представленную информацию. Құрметті бақ өкілдері, енді біз сұрақ-жауап сессиясына көшетін боламыз. Дорогие коллеги, далее мы переходим к сессии «Вопрос-ответ». Первой на нашу конференцию аккредитовала журналист газеты «Вечерняя Алматы». Вам слово. Добрый день. В начале года было много обращений от граждан касательно отсутствия бесплатных лекарств в поликлиниках. Сейчас эта проблема решена? Да, очень актуальный вопрос, потому что по городу Алматы в прошлом году озвучено было о выделении 306 миллиардов тенге на амбулаторное лекарственное обеспечение. Ежегодно вопрос совершенствуется, механизмы предоставления амбулаторной лекарственной медицинской помощи. По анализу первых месяцев этого года все лекарства по заявке медицинских организаций СК Фармации отгружаются в срок по графику. Проблемы бывают, когда медицинские организации, в частности поликлиники города, не подали на какие-то виды лекарственных средств на амбулаторном уровне.
Но эта проблема сегодня решаема, решается путем взаиморасчетов между поликлиниками. Эти же лекарства могут быть в наличии в аптечных складах других поликлиниках. И таким образом эти вопросы сегодня по городу Алматы мы можем твердо заверить, что решены. Оно находится на контроле, это зависит от планирования и от качества заявок медицинских организаций на уровне фармации. Следующий вопрос. Вы сказали об объединении двух пакетов ОСМС и ГОБМП. Расскажите, пожалуйста, подробнее, для чего это сделано? Так, сейчас существует некое искусственное разделение между гарантированным пакетом услуг и пакетом ОСМС. Но на практике мы отмечаем, встречаем с этим, некоторые виды медицинских услуг, они встречаются и в рамках пакета ГОБМП, и пакета ОСМС. И происходят перетоки между двумя пакетами, она связана финансированием соответствующим, и порой очень трудно оценить, какие пакеты финансы поступили в течение года. Это больше связано с вопросами администрирования финансирования. Это отношение к пациентам не имеет. И при определении объединения двух пакетов и составлении одного пула финансирования это помогает большей части именно медицинским нашим работникам, которые не должны задумываться, к какому пакету относится то или вид медицинских услуг. А граждане, пациенты будут получать в зависимости от статуса застрахованности те виды медицинских услуг, которые входят в пакет ОСМС. А медицинскими организациями и нами, филиалом фонда, будет составляться соответствующая медицинская статистика. В этом будет помогать нам объединение пакетов. Оно будет помогать лучше планировать, чтобы не было дефицитов соответствующего в финансовом году в определенных видах медицинских услуг, в их количествах. И оно будет нам помогать правильно планировать, соответственно, обеспечить доступность и качество тех или других медицинских услуг, наиболее востребованных со стороны населения. Спасибо за вопросы, Наталья. Келесі сөз кезегі Алматы Ақшамның журналистіне беріледі. Қайырлы күн, мен бірінші сұрағым, қазір Алматыда қанша адам сақтандыру жүйесінен тыс қалып отыр? Сұрағыңызға рахмет. Бұл өте өзекті мәселе. Қазір негізі сақтандыру жүйесі деген бұл бірлескен жауапкершілікке сүйенген жүйе. Бұл жерде мемлекеттің тарапынан да, жұмыс берушілердің тарапынан да, және жұмыс жасаушылармен біздің республикамыздың тұрғындарының тарапынан да бірлескен жауапкершілік болуға тиіс. Себебі сонда ғана біздің қазір енгізілген осы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі өзінің тұрақтылығын, денсаулық сақтау саласының қаржыландыруын, тұрақталындыруын қамтамасыз етуге мүмкіндік аламыз. Бүгінгі таңда республика бойынша 3,5 миллионға жуық адам сақтандырылу жүйесінен тыс қалып отыр. Алматы қаласы бойынша 2,2 миллион тұратын тұрғындардың бүгінгі таңда 484 мыңы, яғни 21,7% сақтандыру, медициналық сақтандырудан тыс қалып отыр. Можете этот вопрос и на русском озвучить? Хорошо. К сожалению, у нас по республике сегодня за системой ОСМС, не охваченной системой ОСМС, остается порядка 3,5 миллиона населения. А по городу Алматы из 2,2 миллионов жителей города Алматы 484 тысячи населения города сегодня имеют статус незастрахованного. Это порядка 21,7%. Это могут привлечь определенные проблемы, когда они обращаться будет в плановом порядке нашей медицинской организации, поликлиники, и у них могут быть определенные проблемы получения медицинских услуг, которые входят в пакет ОСМС. Келесі сұрағыңыз. Рахмет, келесі сұрағым, биыл экстракорпоральды ұрықтандыруға қанша қаржы бөлінді? Рахмет.
Осы экстракорпоралдылықтандыруды бір жүйеге қою және бұның қолжетімділігін тиісті көрсетілімі бар азаматшаларға жеткізу мәселесі осы медициналық сақтандыру мәселесін енгізгеннен кейін дұрыс жолға қойылып келе жатыр. Бүгінгі таңда Алматы қаласы бойынша 2024 жылға 3,8 миллиард теңге экстракорпоралды ұрықтандыруға бөлініп отыр. Бұл сомаға біздің Алматы қаласында биылғы жылы 3241 қызмет көрсетілуге тиіс. Алматы қаласы бойынша бізден бүгінгі таңда осы филиалдың медициналық сақтандыру қорының филиалымен 8 клиника жұмыс жасауда. Міне осы клиникалар биылғы жылы Алматыда көрсетілім бар азаматшаларға осы қызметтерді көрсетеді. Сұрағыңызға көп рахмет. Завершающий вопрос, Тлеухан Шильдыбаевич. В социальных сетях не раз поднимался вопрос о возврате взносов. Если человек не обращался за медицинской помощью, такое будет возможно? Можно повторить здесь? В социальных сетях не раз поднимался вопрос о возврате взносов. Если человек не обращался за медицинской помощью, такое будет возможно вообще? Спасибо. Вообще-то у нас обязательно социально-медицинское страхование, оно у нас базируется на принципе солидарной ответственности. Здесь солидарная ответственность, в первую очередь, солидная ответственность со стороны государства. Они оплачивают взносы за 15 категорий населения. Это составляет порядка 1,7 миллионов населения нашей республики. И на ответственности работодателей, работников наемных и самих граждан нашей республики, это в большей части самозанятые, да, по сегодняшний день. И только при такой системе, где она построена на принципе солидарной ответственности сегодня, если человек в течение года как самозанятый, например, если он 4250 тенге оплачивает в месяц, он набирает всего 51 тысяча тенге. А он в рамках ОСМС-пакета могут получить услуги, которые по стоимости, например, намного превышают. Некоторые услуги у нас в республике сегодня составляют от 12 до 17 миллионов тенге. Это кардиохирургические операции, трансплантация сердца, других органов. Высокотехнологические медицинские виды помощи, как кардиовертер, дефибриллятор, который стоит порядка тоже от 6 до 8 миллионов тенге. Это возможно только при солидарной ответственности. Если человек только на свои накопленные взносы, если в течение года будет рассчитывать, и сумма, тогда объемы медицинской помощи были бы очень ограничены. Только при солидарной ответственности сегодня мы сможем обеспечить каждому больному по их показаниям все виды медицинских услуг в зависимости от состояния его здоровья. Поэтому в нашей системе не предусмотрено так возврат взносов населения, если они в течение года не обратились за медицинской помощью. Спасибо за данный ответ. Также хочу спросить у коллег, остались ли еще вопросы? Да, если можно задать дополнительный вопрос. Вот такая ситуация, если человек из другого города или области находится в Алматы и возникла необходимость экстренной операции, будет ли он прооперирован бесплатно по ОСМС? У нас есть понятие, да, ГОБМП. Если состояние экстренное, если больной поступает по экстренным показаниям, есть показания к экстренной операции, оно проводится независимо от статуса застрахованности в рамках ГОБМП, если есть показания по этому. А в большей части в рамках ОСМС у нас оказывается плановая медицинская помощь и проводятся плановые операции, в том числе высокотехнологические. Если есть экстренные показания, независимо от статуса, оно будет проводиться в рамках пакета ГОБМП. Спасибо за дополнительный вопрос. Сөз соңында Тлеухан Шильдыбайұлы тақырыпқа қатысты алып қосарыңыз болса, мархабат. Рахмет. Құрметті жерлестер,
алматылықтар, қазақстандықтар, мынау міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі бұл жұмыс жасап жатқанына қазір 5-ші жыл. Бұл біздің елімізде халыққа медициналық көмекті барынша қолжетімді ету үшін және жасалып жатқан медициналық көмектің сапасы тексеріліп барып қаржыландыру үшін, оның сапасын көтеру үшін кіргізіліп жатқан жүйе. Және бұл жүйе, мысалы, бұл әлеуметтік саланың, оның ішінде денсаулық сақтау саласындағы тұрақтылықты, оның қаржыландыруды, тұрақтандыруды, сонымен халықтың ортасындағы медициналық қызметтерге деген сұранысты толығынан қамтамасыз етуге бағытталған жүйе. Сондықтан, құрметті жерлестер, мен сіздерден сұранған болар едім, мына бірлескен жауапкершілікті дұрыс түсініп, өздеріміздің жауапкершілігімізді атқаруға атсалыссаңыздар, денсаулық сақтау саласының тұрақтылығына, мысалы, бүгінгі біздің жасап жатқан жарналарымыз, біздің бауырларымыздың ауырып қалған жағдайда, отандастарымыздың, өзіміздің әріптестеріміздің керекті жағдайларында ауруларын дер кезінде емдеуге, ол толыққанды емдеуге көмегін жасайды. Міне, осы мәселеде сіздердің әрқайсыларыңыздың көрсеткен кішкентай көмектеріңіз, жарналарыңыз елдің ішіндегі тұрақтылыққа, денсаулық сақтаудың тұрақтылығына өзінің көмегін тигізеді. Осы мәселеде сіздер үлкен жауапкершілік танытсаңыз, елдің ішіндегі денсаулық сақтау саласының мүмкіндігіне қосқан үлкен үлесіңіз болар еді. Рахмет сіздерге. Сізге көп рахмет өзекті ақпаратыңызға. Құрметті әріптестер, осымен біз жұмысымызды аяқтаймыз. Келесі жүздескенше. Коллеги, спасибо за участие в пресс-конференции. На этом мы завершаем наш прямой эфир. Напомню, что следующее включение 15:00.